22-ші есеп. Өрнек жауабының квадратын табыңыз. Өрнекті жеке жазып алайық. Минус 3,2 көбейтілген 6,5 көбейтілген 1,2. Бөлеміз 6 көбейтілген 4,8 көбейтеміз минус 2,6. Бұл көбейту бізге оңай болу үшін, көбейту емес қысқарту ыңғайлы болу үшін біз үтірлерді бір орын алдыға жылжытайық. Яғни, мына үтірді мұнда, мына үтірді мұнда, және мынаны мұнда. Егер олай жылжытатын болсақ, онда біз алымын 10 көбейту 10 көбейту 10. Осылай көбейтуіміз керек. Бірақ бөлімінде бізде 2 үтір ғана. Сондықтан біз қазір үтірді жылжытып жазған кезде алымы 32 көбейтілген 65 көбейтілген 12 болады. Ал бөлімінде 2 үтір ғана алдыға жылжығандықтан 1-10 кез келген санға көбейтіліп жазады. 6-ға көбейтіп жазайық, яғни 60 болады, мұнда үтірі жылжиды 48 болады, және 26 болады. Енді осы сандарды қысқартайық. 60 пен 12-ні қысқартайық 12-ге, мұнда 5, мұнда 1 болады. 65 пен 5-ті қысқартайық, мұнда 1, мұнда 13 болады. 13 пен 26-ны қысқартайық, мұнда 1, мұнда 2 болады. 2 мен 32-ні қысқартайық, мұнда 1, мұнда 16 болады. 16 мен 48-ді қысқарсақ, мұнда 3, мұнда 1 болады. Енді сандарды көбейтейік. Алымында 1 көбейту 1 көбейту 1, ол 1-ді береді. Бөлімінде 1 көбейту 3 көбейту 1, ол 3-ті береді. Енді бізге өрнек жауабының квадратын табыңыз дейді. Егер өрнектің жауабы 3-тен 1 болса, оның квадраты дегеніміз ол 3-тен 1 көбейтілген 3-тен 1. Демек жауабымыз 9-дан 1 болады. Бірақ нұсқалардың ішінде ондай жауап жоқ. Енді қарайық. 9 ол 9-дан 1-ге тең емес. 3-тен 1 ол 9-дан 1-ге тең емес. Және 0,125 ол бізде 4-тен 1. Яғни бұл жауапта сәйкес келмейді. 0 бүтін периодта 1. Енді бұл 9-дан 1-ді периодта жазсақ, ол шынымен де 0 бүтін периодта 1 болады. Демек нұсқалардың ішіндегі дұрысы ол Б нұсқасы.